Сәлеметсіздер ме? Мен аты-жөнім Сатпаева Айгерім Бақшанқызы. Мен зейнетақы бойынша консультациялар беремін. Осы видеоны мен 1961 жылы қараша-желтоқсан айларында туылған әйел кісілерге арнаймын. Яғни сіздердің зейнетке шығу жастарыңыз туралы. Ерлердің зейнетке шығу жасы 63 жасты құрайды, әйелдердің зейнетке шығу жасы 2021 жыл үшін 60 жасты құрайды. Себебі Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңының 11 бабына сәйкес 2027 жылға дейін, яғни 10 жыл аралығында жыл сайын 6 айға көтеріліп отырады. 2027 жылы әйелдер мен ерлердің зейнетке шығу жасы теңеседі, яғни 63 жасты құрайтын болады. Егер сіз 1961 жылдың қараша-желтоқсан айларында туылған болсаңыз, сіздердің зейнетке шығу жасыңыз 60 жасты құрайды. Яғни құжаттарды тапсырудың ең соңғы күні ретінде 29 және 30 желтоқсан болып табылады. Сіздер зейнет жасқа толғаннан бұрын 10 күн жұмыс күні бұрын тапсыруға құқықтарыңыз бар. Егер құжаттарыңызды кеш тапсырған жағдайда, сіздердің зейнетке шығу жастарыңыз тағы да 6 айға ұлғаяды. Себебі әйел кісілерден қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым айларында құжаттар қабылданбайды 2027 жылға дейін. Және әйелдердің зейнетке шығуы 6 айға қосылатыны 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2027 жылдың 1 қаңтарына дейін созылады. Яғни ерлер мен әйелдердің зейнетке шығу жасы 63 жасқа теңескен жағдайға дейін. Бұдан ерте зейнетке шығу мүмкіндік бар әйелдерде, егер олар төтенше және радиация қаупі жоғары аймақтарда 1944 жылдың 29 тамыздан бастап 1963 жылдың 5 шілдеге дейін 5 жылдан кем емес тұрған жағдайда олар зейнетке шығу жасы 45 жасқа болады. Екінші жағдай ол егер әйел кісілер 5 немесе одан да көп бала туған жағдайда, немесе асырап алған жағдайда, және ең кішкентайының жасы 8 жасқа толғанға дейін әйелдердің зейнетке шығу жасы 50 жасты құрайды. Осы ретте айта кететін, сіздерде зейнетақының бір түрін алатын боласыз. Ол ынтымақты зейнетақы, және қалған зейнетақыларды сіздер жасыңызға толған кезде, зейнетке шығу жасыңызға толған кезде алатын боласыз. Сол себепті сіздер ынтымақты зейнетақыға үлкен көңіл бөлгендеріңіз дұрыс. Ынтымақты зейнетақы дегеніміз ол сіздердің 1998 жылға дейінгі жұмыс стажыңыз, туған балдар, оқыған оқуларыңыз және 36 табыс екенін естен шығармау қажет. Зейнетақы бойынша консультациялар беремін. WhatsApp нөміріне хабарлассаңыздар болады. Және консультация бізде онлайн түрде өтеді. Консультацияда сіздер зейнетақы мөлшерін білетін боласыз, құжаттарыңызды реттеп дайындайсыз рәсімдеуге. Сонымен қатар, егер уақытыңыз болған жағдайда, сіздердің зейнетақы мөлшеріңіздің суммасын көтеруге болады. Және бұл сіздерге өте тиімді, уақытыңызды үнемдейсіз, және қайда барам, қандай құжаттарды жасайын деп қиналмайсыздар. Менің каналыма тіркеліңіздер, сау болыңыздар.